Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге витаминге толы, құрамында ешқандай да желатин жоқ, әрі ерекше тәттілердің бірі тыквенный конфеттің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде үйдегі балаларыңызға жасап көріңіздер, дәмі ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау шай белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен әрине асқабақ керек. Асқабағымыздың сыртын жақсылап тазалап, жуып, осылай кептіріп аламыз. Одан кейін асқабақтарыңызды өздеріңізге ыңғайлы етіп турайтын боламыз. Мен осылай кубик түрінде турадым, себебі қазір пісірген кезде тез пісуі үшін. Сіздер де осылай турасаңыздар, тез пісетін болады. Міне осындай темір табағымызға салып, тура асқабағымыздың бетімен бірдей қылып суымызды құйып қайнататын боламыз. Осындай көп шыққанда міндетті түрде алып тастаңыздар. Асқабақтардың пісу уақытысы 15-20 минут. 15-20 минуттен кейін асқабақтарыңыз осылай болып езіліп тұрып пісу керек. Қасықпен тексеріп алатын боламыз. Қасықпен бөлгенде осылай езіліп бөлініп тұруы керек. Ендігі кезекте біз осы асқабақтарымызды жақсылап блендердің көмегімен өткізетін боламыз. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда ұсақтағыш немесе картошканы пюре жасағыш сондай құралдардың көмегімен сіздер де осылай ұсақтап алсаңыздар болады. Енді біздің ұсақтап алған пюреміздің үстіне қантымызды саламыз. Қант менде 100 грамм. Енді лимон шырынан қосатын боламыз. Егер 500 грамм асқабаққа міндетті түрде бір ғана лимон суы жететін болады. Мен алдын ала лимон суын сығып жақсылап дайындап алдым. Енді кезекте газ отымызға қойып 1-2 минут қайнатып аламыз. Қайнағанша оның үстіне осылай агар-агар деп аталатын ұнтағымызды салып, шай қасықтың көмегімен 7 шай қасық жылы суды құйып жақсылап араластыратын боламыз. Агар-агар менде 10 грамм. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Агар-агарымыз бізде суды жақсылап сіңіруі керек. Енді осы 2-3 минут тұрып қайнаған асқабағымыздың үстіне осы агар-агарымызды жақсылап қосып, араластырып, тағы да қайнатып пісіріп алатын боламыз. Бізді қайнатып пісіру уақытысы 5-6 минут. Міндетті түрде түбі күйіп кетпес үшін жақсылап араластыра отыра, орташа отта қайнатып аламыз, себебі агар-агарымыз тыквамен бірге сіңуі үшін. Енді осындай ыдыстарыңызды өздеріңізге қандай форма ұнайды, сондай формаларыңызды жақсылап маймен майлап аласыздар. Одан кейін үстіне осы біздің дайын болған сұйықтығымызды қосып, жақсылап бетін жауып, 4-5 сағатқа тоңазытқышымызға қойып қоямыз. Одан кейін осылай тақтайымызға шетінен шығарып алып, осылай жақсылап турап дастархандарыңызға сала берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Жанат, менің каналыма тіркеліп, қоңырау шай белгісін басуды ұмытпаңыздар.